Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, Қарағандыда болған жарылыс, технологиялық апат, техноапатқа қатысты осы өлген отбасыларын, жақын туысқандарына көңіл айтамын. Енді бұл апат, білмеймін, тексеруші органдар, төтенше жағдай министрлігі, мен соларды кінәлаймын. Өйткені оның алдында тамызда апат болды, олар тексерді, қалай тексерді, қол қоя салды. Сол кезінде дұрыстап тексергенде бұл трагедия болмас еді. Сол жерде пара берді, бір 10 000 доллар ма, сонымен қол қойды, бәрі жақсы деп. Аяғы немен аяқталды, көріп жатсыздар. Енді менің өз ойым, бұл теракт деп есептеймін. Өйткені Ресей Федерациясы қазір бүкіл Қазақстан ірі стратегиялық маңызды компанияларды өз қолына алып жатыр. Мысалы, Қазхром президенті болып Сергей Прокофьев тағайындалды. Қазақмыс корпорациясын Олег Копытов тағайындады. Бүкілі Ресей Федерацияның азаматтары. Евгений Шабанов стал генеральным директором Казфосфата. Енді мынау Қарағандыда соңғы үлкен кен өндіріс. Бұған енді Вадим Басин назначен руководителем угольного департамента ArcelorMittal Теміртау. Енді Қазақстанның Қазатомпром, мынау Қазхром, Қазақмыс, Қазфосфат, бүкіл ірі стратегиялық нағыз ақша табатын компанияларды ресейліктер алып алды. Тіпті Тараздағы қант фабрикасын да алып алды. Ол да стратегиялық, тамақ шығаратын жер. Енді ресейліктер сол Таразды алғанда, алдында 170 000 алып жүрген қазақтар қазір жалақыларын 100 000-ға дейін сүрді. Болды, осылай шығарады жұмыстан. Өз елімізде өзіміз гастарбайтер болып жүреміз. Қазақша сөйлесек шығарады. Қысқасы, мынау украиндық ұлтшыл крескер Петлюра айтқандай, қай халық мынау босты азат пен нанның арасында нанды таңдаса, аяғында наннан да айырылады, азаттықтан да айырылады, бостандықтан да айырылады. Сондықтан қазақтар, егерде біз нанды таңдасақ, түбі, біз қазір нанды таңдадық, біз бостандық, еркіндік, ұлттық рух, намыс, қазақ тілінде сөйлемейміз, айтамыз, қайтесің. Сондықтан біз нанды таңдадық та, бізге ақша болса болды. Жалақы төлесе, нан, май, үйде болды. Телевизор болса болды. Соны ғана таңдадық та. Ал рухани байлық қайда, тіліміз қайда, дініміз, салт дәстүрімізді біз қандай да бір мекемеге барсақ, қазақша сөйлей алмаймыз. Жұмыстан шығарады. Сондықтан мынау бостандықпен, еркіндікпен нанның арасында нанды таңдаған халық наннан да айырылады, еркіндіктен, бостандықтан да айырылады. Осыны естен шығармаңыздар, қазақтар. Енді мен бұны теракт деп есептеймін. Бүкіл ірі компанияларды, Ресей компаниялары алып жатыр. Биыл президент Тоқаев орыс тілі, Қазақстанда орыс тілі деп жариялады 2023 жылы. Былтыр 2022 жылы наурыз айында бүкіл импорттық тауарлар Қазақстанға кіретін қазақ тілінде, мемлекеттік тілінде маркировка міндетті болған, сол заңды алып тастады. Қазір қазақ тілінде маркировка, ұлттық код деп айтуға болады, оны да алып тастады. Мен осы жаңалықты айтқанда, алып тастайды дегенде, маған көбісі айтады, ой, сен арандатушыны шетелден отырып алып, оны алып тастаса қазақтар көтеріледі. Алып тастады.
қазақ тілінде міндетті емес, тек орыс тілінде, ағылшын тілінде. Болды. Енді мен ойлаймын, келесі қадам Тоқаев келесі жыл орыс тілін мемлекеттік тіл деп жариялайды. Қазір айтады, міне, арандатушылар көп, сол үшін ұрысады, сондықтан қоғамды екіге бөлмеу үшін референдум жасайды да, сайлауды білесіңдер ғой қалай өтеді. Мемлекеттік тіл орыс тілі болады келесі жыл. Сол қысқасы, қазақтар. Енді жаппай бәріміз біз қалай күрес аламыз? Иә, мынау сырттан митингқа шығыңдар деп өздері сол КМБ-ға көрсетеді. Жоқ, біз жаппай қазақша талап етіп, осы тек қана заңды жолымыз бар. Сол үшін сотталмайсыңдар. Бізге хабарласыңыздар. Біздің WhatsApp номеріміз, 5 адвокатымыз, заңгерлеріміз бар. Қазақша сөйлейміз, талап етеміз, видеоға түсіреміз. Өйткені заң жұмыс істемейді. Тек қана видеоға түсірсеңіз ғана амалсыздықтан, иә, бұныкі дұрыс дейді. Қазақ тілін талап етеміз, қазақша сөйлейміз, қазақтың туын ілеміз, машинаға, балконға, жұмыста. Тек қана солай ғана. Егер де біз оны қазақша сөйлесек, орыстар зачем разжигать қорқсақ, бізді басыла береміз. Жалғыз бұл заңды күресіміз. Бұл үшін біз сотталмаймыз. Соны айтқым келді. Және де бұндай трагедиялар әлі болашақта көп болады. Өйткені бұл үкімет, бұл президент, бұл билік шетелдің әскерін шақырып, өз халқына оқ атқызған билік сіздерді аяйды дейсіздер ме? Аямайды. Енді білмеймін, біздің тағдырымыз, мен ойлаймын, біздің тағдырымыз мына Украинаның топырақтарында шешіліп жатыр. Осы Украин халқы жеңсе, Ресей ыдыраса, Путин өз тағынан кетсе, сонда ғана өзгеріс болады. Бірақ біз жай барақат отырмай, сол өзгеріске дайын болу керекпіз. Час X келеді ғой, сонда біз ұлтшылдар бір-бірімізді танып, араласып, дайын болу керекпіз. Ертең хаос болып кетпесін. Бір саяси ұлтшылдардың партиясы болу керек. Біз соған дайын болу керекпіз, достар. Сол айтарым сол, достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Хабарласыңыздар. Егер де бір телефонды алып WhatsApp-қа маған звондауға қорқсаңдар, хабарласуға қорқсаңдар, онда топырағымызға, елімізді қалай қорғаймыз? Бір телефонмен хабарласуға қорқсаңдар, өтірік ол, мен отанымды қорғаймын. Мен айтамын, сендер қазақша нан сұрауға қорқасыңдар. Өз елінде жүріп, қазақша нан сұрауға қорқасыңдар. Сондықтан, достар, хабарласыңыздар, байланыста болайық. Ұлтшылдар басымызды қосайық, бірігейік. Мен сендерді, мен мемлекеттік қызметте істеген жоқпын. Халықтың ақшасын ұрлаған жоқпын. Қарапайым ауылдан шыққан Дәңгірбай ауылының тумасымын. Иә, қазақтың мүддесін қорғап, қазақ тілін қорғап, сол үшін қудаланған қазақпын. Қазір менің үстімнен қылмыстық іс жоқ, жабылды. Бас қосайық, қазақ. Алға, Қазақстан.